Сәлеметсіздер ме? Мен Маса орта мектебінің 9-А сынып оқушысы Ермекқызы Айгүлдім. Менің отаныма менің бастамам жобасы аясында Қазақстанның 7 кереметі тақырыбын алдым. Зерттеудің мақсаты ежелгі және жаңа әлемнің 7 кереметі туралы ақпараттарды зерттеп және оларды анықтау. Зерттеу жұмысының міндеттері тақырып бойынша әдебиеттерді таңдап, әлемнің ғажайыптарын және де Қазақстанның 7 кереметінің тарихын зерттеу. Және де бізге ең алдымен сұрақ келеді: 7 керемет неге 7 саны алынды? Адамзаттың зерттеуі бойынша осы жасалған ғаламат сәулет ескерткіштерді тізбелеп, оның ең үздіктерін әлемнің кереметі деп атау өте қиын. Және де неге 7 деп алды? Себебі біздің заманымызға дейінгі 3-ші ғасырларда өмір сүрген Геродоттың тарихының белгілері бойынша мұндағы 7 саны зерттеушілердің жер бетіндегі сүтқоректілердің мойын омыртқасы 7 санын білдіреді. Сол себепті 7 деп алған болатын. 2007 жылдың 7 шілдесі күні Португалия астанасы Лиссабон қаласында әлемнің 7 кереметінің жаңа тізімі жарияланған болатын. Бұл тізім ұялы телефондарға жіберіліп, SMS-тер арқылы анықталған болатын. Және де осы 7 керемет 2-ге бөлінеді: жаңа 7 кереметтер және ескі 7 кереметтер болып. Ескі 7 кереметтерде Мысыр пирамидалары, Вавилондағы Бабылдың бағы, Артемидия ғибадатханасы, Галикарнастағы Мавсол патшаның табытханасы, Олимпиададағы Зевстің мүсіні, Родос алабы, Александра шамшырағы осылар жатады. Бұлар неге ескі деп аталады? Себебі бұлар қазіргі таңда жоғалып кеткендер болып саналады. Ал жаңалары Колизей Италия, Ұлы Қытай қорғаны, Мачу-Пикчу, Петро қаласындағы Ердония, Таж-Махал, Иса пайғамбардың мүсіні, Чечен-Ица. Және де қазір өзіміздің отанымыз Қазақстан, туған жерім, өзімнің туған отаным, Қазақстанның 7 кереметін. Қазіргі таңда біз білеміз, осы мамандардың айтуы бойынша Қазақстанда 25 мыңға жуық тарихи археологиялық сәулет нышандары бар. Неге бізге сұрақ келеді? Қазір бүкіл әлемдік 7 кереметті аламыз. Неге өзіміздің туған жеріміз Қазақстанның 7 кереметін алмасқа деген сұрақ келеді де, мен өзіммен бірге осы Қазақстанның 7 кереметін алдым. Ең алдымен олар Бекет ата жерасты мешіті, Түркістандағы Қожа Ахмет Яссауи кесенесі, Сауран қалашығы, Қаратау жотасы, Қазақстандағы ең терең Қарақия ойпаты, Шерғала және де Астанадағы Бәйтерек монументі. Ең алдымен бізде Бекет ата жерасты мешіті. Бекет ата жерасты мешіті өзінің қасиетімен, мықтылығымен және де ерекшеленеді. Ол жерге қазір барушылар да өте көп. Келесі Қожа Ахмет Яссауи кесенесі Әмір Темірдің бұйрығы бойынша салынған. Бұл екінші Мекке болып табылады. Сауран қалашығы. Сауран қалашығының басты ерекшелігі ол өзінің беріктігі мен мықтылығында. Сауран қалашығына ежелгі сауда орталығы деп аталған болатын. Және де адамдар алыс жерге шыққан кезде, алыс жолға шыққан кезде азық-түлігін, қару-жарақтарын немесе өзіне қажетті заттарын осы Сауран қалашығында сақтаған болатын. Осы жерге таласушылар да көп болған. Олардың басты бір мәселесінің бірі ол жерасты қойнауындағы сулар мен сол құбырлар. Ол жерде Сауран қалашығында жақсы сақталғандықтан ол жерге көзі түскендер де өте көп болған. Ал келесі Қаратау жотасы. Қаратау жотасына келетін болсақ, ол өзінің емдік шипалы суларымен және де Қызыл кітапқа енген өсімдіктерімен танылады. Қарақия ойпаты. Қарақия ойпаты Қазақстанда ең үлкен ойпаттардың бірі болып табылады. Және ол бұлттар мен жаңбырлардың генераторы болып табылады. Келесі Шерғала. Ол былай қарағанда ұйықтап жатқан арыстанға, ал былай қараған кезде киіз үйге ұқсайды. Және басты бұның құпия бір ерекшелігі, ол жерде құпия үңгірлер өте көп. Осысымен жақсы танылады. Бәйтерек монументі. Бәйтерек монументі бір қараған кезде бізге бейбітшілік, тәуелсіздіктің белгісі болып табылады. Себебі осы ежелде тәуелсіздік алған кезде Бәйтерек монументі салынған болатын. Оның үстіндегі жұмыртқасы, яғни сары түсті, алтын түсті жұмыртқасы ол бейбітшілік пен шуақты күнді білдіреді. Және де менің сіздерге ұсынатын ұсынысым осы тек қана әлемдегі 7 керемет емес, өзіміздің Қазақстандағы 7 кереметті дамытып, және де соны басқа жақтарға танытсақ, бұл өте жақсы болар еді.